Бүгін біз Марс планетасы туралы қызықты мәліметтермен бөлісеміз. Бұл қызыл планета ғасырлар бойы адамзаттың қызығушылығын тудырып келеді, және бүгін біз оның кейбір құпияларын ашамыз. Ғарыштық аппараттардың арқасында біз бұл көрші планетамыз туралы көптеген жаңа мәліметтерге қол жеткіздік. Бұл видеода біз Марстың күн жүйесіндегі орнынан бастап, оның қызыл түсінің себебіне дейін, ең үлкен жанартауына және атмосферасына дейін саяхат жасаймыз. Марс күн жүйесіндегі төртінші планета, ол күнді жерден кейін айналады. Оның диаметрі жердің диаметрінің жартысынан сәл асады, ал массасы жер массасының 1/10 бөлігін құрайды. Марстың екі кішкентай серігі бар, Фобос және Деймос. Марс жерге ұқсас көптеген белгілерге ие. Мысалы, Марста да жыл мезгілдері бар, бірақ олар жердегіден 2 есе ұзаққа созылады. Себебі Марстың күнді айналу периоды жердікінен 2 есеге жуық ұзақ 687 күн. Ғалымдар Марста бұрын өмір болған болуы мүмкін деп санайды. Бұл болжам Марстың бетіндегі ежелгі өзен арналары мен көлдердің іздеріне негізделген. Қазіргі таңда Марстың бетінде сұйық су жоқ, бірақ полярлық мұздықтарда және топырақтың астында мұз түрінде су бар екендігі белгілі. Ғалымдар Марсты зерттеуді жалғастыруда, және олар болашақта адамдарды Марсқа жіберуді жоспарлап отыр. Марста колония құру адамзат үшін үлкен жетістік болар еді, және бізге күн жүйесі мен ғалам туралы көбірек білуге мүмкіндік берер еді. Марстың беті кратерлермен, жанартаулармен және каньондармен көмкерілген. Оның ең әйгілі ерекшелігі Valles Marineris деп аталатын алып каньон жүйесі. Бұл каньон жүйесінің ұзындығы 4000 километрден асады, ал ені 200 километрге жетеді. Марстың атмосферасы өте жұқа және негізінен көмірқышқыл газынан тұрады. Бұл атмосфера жер атмосферасынан шамамен 100 есе жұқа, сондықтан Марстың бетінде сұйық су болуы мүмкін емес. Марсты көбінесе қызыл планета деп атайды, және бұл кездейсоқ емес. Марстың беті темір оксидімен, яғни тотпен жабылған. Бұл тот Марсқа қызыл түс береді. Темір оксиді Марста қалай пайда болды? Ғалымдардың ойынша, миллиардтаған жыл бұрын Марстың атмосферасы қазіргіден әлде қайда тығыз болған. Бұл атмосферада су буы көп болған, және Марстың бетінде сұйық су болған. Су мен атмосферадағы газдардың әсерінен Марстың бетіндегі темір тотығып, темір оксидіне айналды. Бұл процесс жерде де болады, бірақ Марста ол әлде қайда кең таралған. Темір оксиді Марстың бетінде ғана емес, сонымен қатар оның топырағында да бар. Сондықтан Марстың топырағы да қызыл түсті болады. Марстың қызыл түсі оны басқа планеталардан оңай ажыратуға мүмкіндік береді. Тіпті қарапайым телескоппен қараған кезде де Марстың қызыл түсін көруге болады. Марста күн жүйесіндегі ең үлкен жанартау, Олимп тауы орналасқан. Бұл алып жанартаудың биіктігі шамамен 22 километр, яғни Эверест тауынан 3 есе биік. Олимп тауының диаметрі шамамен 600 километрді құрайды. Олимп тауы – қалқан жанартауы. Қалқан жанартаулары сұйық лаваның ақырын ағып, бір-біріне қабаттасуынан пайда болады. Олимп тауының беткейлері өте пологая, олардың көлбеу бұрышы небары 5 градус. Ғалымдардың ойынша, Олимп тауы миллиардтаған жыл бұрын пайда болған. Ол кезде Марста вулкандық белсенділік әлде қайда жоғары болған. Қазіргі таңда Олимп тауы сөнген жанартау деп саналады. Олимп тауы Марстың ең әсерлі ерекшеліктерінің бірі. Ол ғарыштан қараған кезде де айқын көрінеді. Марстағы бір күн жердегі күннен сәл ұзағырақ. Марстағы бір күн 24 сағат 37 минутқа созылады. Ғалымдар Марстағы күнді сол деп атайды. Марстың өз осымен айналу периоды жердікіне өте ұқсас болғандықтан, Марста да күн мен түн ауысып тұрады. Марстың аспанында да жердегі сияқты күн шығыстан шығып, батысқа батады. Бірақ Марстағы жыл мезгілдері жердегіден 2 есе ұзаққа созылады. Себебі Марстың күнді айналу периоды жердікінен 2 есеге жуық ұзақ 687 күн. Марстағы жыл мезгілдері жердегіден әлде қайда айқын көрінеді. Себебі Марстың осы жердікіне қарағанда көбірек еңкейген. Мысалы, Марстың солтүстік жарты шарында жаз кезінде күн аспанда биік тұрады, ал қыста төмен тұрады. Сондықтан Марстың солтүстік жарты шарында жаз өте ыстық, ал қыс өте суық болады.
Марстың атмосферасы өте жұқа, және негізінен көмірқышқыл газынан тұрады. Атмосферада сонымен қатар азот, аргон және оттегі сияқты басқа газдар да бар, бірақ олардың мөлшері өте аз. Марстың атмосферасы жер атмосферасынан шамамен 100 есе жұқа. Бұл дегеніміз, Марстағы атмосфералық қысым жердегіден әлдеқайда төмен. Егер сіз Марстың бетінде скафандрсыз тұрсаңыз, сіздің қаныңыз қайнап, денеңіз жарылып кетер еді. Марстың атмосферасы сұйық судың болуына да тым жұқа. Марстың бетіндегі температура өте төмен, сондықтан сұйық су тез арада қатып қалады, немесе буланады. Бірақ ғалымдар Марстың бұрын әлдеқайда тығыз атмосфераға ие болған деп санайды. Бұл атмосферада су буы көп болған, және Марстың бетінде сұйық су болған. Бірақ миллиардтаған жыл ішінде Марстың атмосферасының көп бөлігі ғарышқа ұшып кетті. Ғалымдар Марстың атмосферасын зерттеуді жалғастыруда. Олар Марстың атмосферасы қалай өзгергенін, және болашақта ол қалай өзгеретінін түсінуге тырысуда. Бүгінгі мәліметтер сіздерге ұнады деп үміттенеміз. Марс өте қызықты және құпияға толы планета. Ғалымдар оны зерттеуді жалғастыруда, және біз болашақта ол туралы көптеген жаңа мәліметтер білетін боламыз. Көргеніңіз үшін рахмет. Егер